Сіздерге жасымық сорпасының, яғни чечевичный суптың дайындалу жолын ұсынатын боламын. Жалпы жасымық бұл адам ағзасына өте пайдалы бұршақ тұқымдастарының бірі. Оның құрамында ақуыз, фолий қышқылы, темір сияқты адам ағзасына өте қажетті минералды заттар көптеп кездеседі. Сондықтан да міндетті түрде ас мәзіріне енгізіп қойыңыздар. Ең алдымен осылай тауық сорпасын дайындап аламыз. Ол үшін жаңағы бір үлкен тауықтың сан етін, яғни окорочканы қайнатып аламыз. бір жарты сағат 40 минуттай. Жаңағы тауығымыз қайнағанша біз басқа заттарды, көкөністерді дайындай береміз. Яғни бір пияз, бір картоп және сәбізді күштен өткізетін боламыз. Осылай тауықтың сан еті қайнаған кезде бетіндегі көбігін алып тастап, бізге қазір сорпасы қажет болады. Осылай жасымықты, бір кесе жасымықты салқын суға 3 қайтара жуып тазалап аламыз. Және де бір қызанақ қажет болады. Қызанақты осылай ыстық суға алдымен салып, одан суық суға салсаңыздар, сыртындағы қабығы ашылып қалады. Сонда бізге жаңағы блендермен езу барысында кедергі келтірмейтін болады. Осылай 4 бөлшек турап аламыз. Көкөністерімізді жеке қуырып алатын боламыз. Алдымен пиязымызды қуырамыз. Одан кейін сәбізімізді және қызанағымызды жақсылап қуырып аламыз. Сорпа қоспай, тек осылай ғана қуырып қана дайындауға да болады. Жаңағы сорпамызды, бірақ мен тауық етімен дайындауды жөн көрдім. Жақсылап қуырып, татымына қарай кішкене тұз қоссаңыздар болады. Біздің окорочкамыз пісті. Енді сорпасын жақсылап, тазалап сүзіп аламыз да осыған жаңағы чечевицамызды саламыз. Чечевицамыз қайнағанша біздің жаңа көкөністерімізге біраз қасық томат қосып, кішкене қуырып аламыз. Жасымық бір 5 минуттай қайнағаннан кейін осы жаңа қуырылған көкөністерімізді қосып, тағы да бір 10 минуттай қайнатсақ жеткілікті. 2 тал лавр жапырағын қосып, қара бұрыш сеуіп, тұзын көресіздер. Және де піскенін осылай картопты піскенін бақылау арқылы білуге болады. Егер блендерлеріңіз болмаса, жаңағыдай сорпа күйінде де пайдалануға болады. Бірақ осылай блендермен езсек, әдемі әрі дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын.